СССРдин акырына жеткен казак жазушы 1991 жылдын 17 желтоқсанында КСРО халық депутаттарынын бір тобы Ресей, Беларусь және Украина жогорку кеңестери кол койгон және бекиткен Беловеж келисимине байланысты мәлімдеме кабылдап, оны казак Ануарбек Алимжановдун бекитүүнү жолдады. 1991 жылдын 21 желтоқсанында Казакстандын астанасы Алматыда КСРОнун таратылганын және тәуелсиз мемлекеттер достастыгынын курулганын ресми түрдө бекиткен декларацияга кол коюлду. Бұл декларацияға Азербайжан, Армения, Беларусь, Қазақстан, Кыргызстан, Молдова, Тәжікстан, Түркменстан, Украина, Өзбекстан және Ресей Федерациясы қол қойды. 1991 жылдың 25 желтоқсанында КСРО президенті Михаил Горбачев өз өкілеттігін тоқтатты. Ал келесі күні 1991 жылғы 26 желтоқсанда КСРО Жоғарғы кеңесінің Республикалар кеңесі КСРОның өмір сүруін тоқтату туралы декларацияны қабылдады. 26 желтоқсанда КСРО Жоғарғы кеңесінің Республикалар кеңесінің төрағасы Ануарбек Алимжанов КСРОның өмір сүруін тоқтату туралы декларацияны бекітті.